Қайырлы күн, сіздермен бейбіт қыз Айдана. Бүгін банана балмұздақ дайындайтын боламыз. Дәл осындай форма болмаса міндетті емес, және де ешқандай қоспасыз, балаларға өте пайдалы. Дәмі өте керемет, ерекше болып шығады. Өзіме қатты ұнады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Және де арнамда көптеген видео рецепттер бар. Тіркеліп қоңыраушан басуды ұмытпаңыздар. Бізге керегі банан, қант ұнтағы және де какао. Бананды осылай жұқалап кесіп алып, тарелкамыздың үстіне қойып шығамыз. Барлығын қойып болғаннан кейін 4 сағатқа морозильникке қойып қоямыз. Қатқан бананымызды алып, ыдысымызға салып, жақсылап блендерлап аламыз. Біркелкі болу керек. Үстінен какао саламыз. Қант ұнтақ, сахарная пудра салып, жақсылап біркелкі болғанша блендерлаймыз. Және де формамызға құйып шығамыз. Және де дәл осындай форма болмаса, шұңғыл ыдысқа құйып қатырсаңыздар болады. Мінеке құйып болды. 3-4 сағатқа қатқанға дейін морозильникке қойып қоямыз. Мінеке толық қатты балмұздағымыз. Бетіне су моншасында еріген шоколадты қойсаңыздар болады, міндетті емес. Бетін өз қалауларыңыз бойынша семдесеңіздер болады. Бірден және де салқын кезінде жеулеріңізге кеңес беремін. Себебі көп тұрып қалса, бұл табиғи өнімнен жасалғаннан кейін тез еріп кетеді. Дәмі жақындарыма өте қатты ұнады. Банана жасалған балмұздақ екені мүлдем білінбейді. Өте